Құрметті студенттер, біз сіздермен бүгін экологиялық құқықтағы Қазақстан Республикасының экологиялық құқығындағы 8-ші дәрісімізді бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз экология туралы заңдарды бұзған үшін жалпы жауапкершілік. Қарастыратын, яғни жоспар бойынша мынандай сұрақтарымыз бар. Бұл, яғни, экология заңдарына бұзған үшін белгілі түсінігімен белгілері, экологиялық құқықтан бұзған үшін құқықтық және қылмыстық жауаптылықтардың туындауы. Өткен дәрісте әрине біз сіздермен жалпы осы экологиялық заңдарды, экология туралы заңдарды бұзған үшін қандай жауаптылықтардың туындайтындығын айтып өткен болғанбыз. Мінекей бүгінгі дәрісімізде пайдаланатын осы бүгінгі сіздерге ұсынылып отырған құқықтық қайнар көздер болып табылатын қоршаған орта туралы заң, су кодексі, орман кодексі, жаңағы айталық азаматтардың азаматтық кодекс, сонымен бірге қылмыстық кодекс және әкімшілік кодекстер. Қоршаған Қазақстан Республикасында осы экологиялық заңнаманы бұзған үшін заңдылықтардың бірнеше түрлері қарастырылған екен. Соныңда негізгі мақсаты бұл орындауға бағытталған, ол мақсаттардың негізіне мемлекеттік белгілі бір экологиялық бұзғаны үшін тәртіппен қамтамасыз етілетін заңдылықтарды іске асыру. Бұл құқық институты негізінен мыналардан тұрады. Құқықтық нормаларды сақтауға, экологиялық құқықтық нұсқаларды орындауға, сонымен бірге оған ынталандырып, қоршаған орталардың жаңағы өзіндік ерекшеліктеріне сай өтімдік және адам денсаулығының қалпына келтіруіне байланысты жаңадан жасалған құқық бұзушылықтардың алдын алуын болдырмау болып табылады екен. Әрине біз осы заңдылықтың барлығын сақтай отырып, Қазақстан Республикасында бұл мемлекет меншігіндегі оның аумағындағы түгел қамтитын жер шарының құқықтары немесе сол туралы болған экологиялық заңдарды бұзған үшін жауаптылығын айтады екеніміз. Қазақстан Республикасының жер кодексінің 1-ші бабында, яғни былай көрсетілген, Қазақстан Республикасы жер қоры нысанында мақсатына сәйкес мынандай санаттарға бөлінеді. Ол ауыл шаруашылығы мақсатында елді мекендерді, жаңағы қалалардың, ауылдың елді мекендердің жері, сонымен бірге өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаныс және басқа да өзге ауыл шаруашылығына байланысты мақсатында арналмаған жерлер, ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жері, сауықтыру, орман қоры, су қоры және басалқы жерлер. Осының барлығы, яғни Қазақстан Республикасында белгілі бір заңдылықтарды сақтау тарапына байланысты айтылған. Экологиялық заңдарды бұзған үшін Қазақстан Республикасында жауаптылықта қолданылатын және оған өзінің ауырлығына қарай пайдаланылатын бірнеше заңның түрлері бар. Осыны айтатын болсақ, жауаптылық бұл жүріп тұру нормаларын орындау міндеті сияқты, оларды бұзған үшін қолайсыз салдарынан алып жүру міндеттерінен көрініс табады екен. Ал жауаптылық институты болып, біз қоғамдық өміріміздің барлық аясынан өтуімізді айтамыз. Бұл экология мәселесіне мемлекеттік адамның, қоғамның, сонымен бірге болашақ ұрпақ арасындағы негізгі жауаптылықтың туындауы. Әрине, экологиялық жауаптылық бұл кешенді әлеуметтік, экономикалық және құқықтық институт болып табылады. Осының салдарынан экономикалық жауаптылықтың жалпы түсінігінен басқа алдағы уақытта экологиялық қылмыстар үшін, қылмыстық жауапкершіліктің ерекшелігі үшін, экологиялық құқық бұзушылық үшін, әкімшілік құқық бұзушылық үшін, жаңа мен айтып кеттім, осының барлығы жауаптылыққа тарту болып табылады екен. Экологиялық жауаптылықтың екі нысаны бар. Ол экономикалық және заңды. Яғни, бұндай нысанға бөлудің өзі құқықтық қатынастың сипатын реттеу әдістеріне байланысты болады. Экономикалық немесе экологиялық жауаптылық дегеніміз ластанушының материалдық мүлдесінен оның белгілі бір пайдалану кезінде белгілі бір
бөліміне немесе белгілі бір зиянын келтіре отырып бүгінгі қоғамда табиғат арасында қарым-қатынастың ластаушы өтейді деген қағидасын туғызады. Заңды жауапкершілікке құқыққа қарама-қарсы келетін элементтің өзі мінекей осыда. Заңды жауаптылықтың табиғатты құқықтық қорғаудың маңыздылығымен құралы болып табылады екен. Ал заңды жауаптылықтың өзін біз мысал айтатын болсақ, құқықтық тәртіп сақтаумен қатар заңды жауаптылық адамдардың табиғи ресурстарды тиімді пайдаланумен қатар жер қойнауын, орман, су, өсімдіктер әлемі, жануарлар дүниесін, ауаны қорғауға байланысты шаруашылық қатынастарында туындайды. Немесе тәрбиелеуге соған зиян келмеуге тәрбиелеуге тікелей әсер етеді екен. Заңдық жауапкершілік бұл құқықтық нормативтік актілерге сәйкес негізінде немесе соның негіздері бұзыла арқылы іске асқан салдарды айтуымызға болады. Табиғатты қорғауға байланысты заңдар бұзған үшін жауаптылық заңды жауаптылықтың негізгі қағидасы болып табылады екен. Кешенді әлеуметтік, экономикалық және құқықтық институттардың өзі, мысалы, өзіндік жауаптылықтарын өстіп туындатады. Бүгінгі күні егер біз сіздермен қарайтын болсақ, бұл қоршаған ортаға тигізген зардапқа байланысты залал, одан табиғи ортаның ресурстарының сандық немесе сапалық кемуіне байланысты туындауы, шығынның өзінен шыққан кезде табиғатты пайдалану үшін экономикалық негізгі бағыттар. Жаңаған айтып кеттім, осы экономикалық немесе экологиялық болмаса тіпті заңдық жауаптылықтың өзі экологиялық құқық бұзушылықтың бұл табиғатты қорғау мен табиғи ресурстар пайдалану ережелерін бұзатын құқықтық қарсы әрекетті тудырады екен. Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 319 бабында экологиялық құқық бұзушылыққа, яғни тізбесі берілген осы нормаға сәйкес, яғни құқық бұзушылық болып түрлеріне не жатады? Бірінші, Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына мүліктік жауапкершілікке әкеп соғатын құқық бұзушылықтар, сонымен бірге қоршаған ортаны табиғи ресурстар пайдалану саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар и экологиялық қылмыстар жатады. Әкімшілік, азаматтық, материалдық, дисциплиналық және қылмыстық жауаптылықтың барлығы экологиялық құқық бұзушылықты тудырады екен. Экологиялық құқық бұзушылық, мысалы, әкімшілік жаза, ол жаза ретінде ескерту, айыппұл, затты тәркілеу, жұмыс істеу құқығынан айыру, әкімшілік қамауға алу. Оның негіздемесінде, яғни Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылығының 24-ші бабында айтуымызға болады. Ал азаматтық құқық бұзушылықта негіздемесі Қазақстан Республикасының азаматтық құқықтық заңына байланысты жауаптылық бұл заңды және жеке тұлғалар. Дисциплинарлық, яғни бұл ескерту, сөгіс беру, сонымен бірге қатаң сөгіс, сыйақыдан айыру, жұмыстан босату. Негіздемесі еңбек заңы болып табылады. Жауаптылық әрине қызметтегі жеке тұлғалар. Материалдық мүліктік жаза. Бұл жаза түрі шығынды, зиянды өтеу, келтірілген зиянды түзеу. Негіздемесі еңбек заңы жеке тұлғалар үшін екен. Өрлеу бұл жаза, яғни қылмыстық жазамен қамауға алу тәртібі және басқа жағдайда Қазақстан Республикасының қылмыстық заңы бойынша заңды және жеке тұлғалар арқылы іске асады екен. Әрине, экологиялық заңдарды бұзған үшін Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінде осы жауапкершіліктердің барлығы экологиялық, экономикалық жауапкершіліктер деп баса айтылған. Ал енді біріншіден бұл заңның өзіндік құқықтық шарасы арқылы, екіншіден құқық бұзушылық айғақтар болған жағдайда, үшіншіден едәуір экологиялық жауапкершіліктің ауқымды түрде болуы, яғни осы құқық бұзушылықтың негізгі түріне немесе негізгі талабына әкеп соғады. Оның қоғамда қауіптілігіне, ауырлығына байланысты жаңағы айтқан осы жазалардың түрлері туындайды екен. Бұған қарамастан заңның жалпы ұғымында экономикалық факторлар ескерілуі тиіс. Ал экономикалық факторларға не жатады? Мысалы, экономикалық факторлар бұл азаматтар заң бойынша біртекті ұғым залал, шығын,
құрамдас бөліктерін айтуымызға болады. Қоршаған орта туралы заңның 1-ші бабында жазылған қоршаған ортаның сипаты, қоршаған ортаның құрамы мен оның қасиеттерінің сипаттамасы деп көрсетілген. Ал құрамы мен қасиеттерінің сипаттамасы дегеніміз, ол бүгінгі күні, мысалы, осы біздің сізде қоршаған ортадан алып отырған жеке адамның бүкіл ағзасына пайдаланып отырған бүкіл табиғаттан алып отырған бүкіл дүниесі. Ол мен ауа жұтуымыздан бастап, тіпті біздің мына күнделікті жүріп тұруымызға қажет элементтің барлығы осы табиғаттан алынады екен. Табиғи қоршаған ортаның сапасына экологиялық жүйенің көлемі немесе оның үнемі тұрақты табиғат адам арасындағы зат алмасу энергиясын процесін қамтамасыз етуі, өмірді қалпына келтіруін мысал біз жатқызуымызға болады. Осы табиғат сапасын өмірдің өзімен реттеу, оны зиянсыз заттардан тазарту мысал біздің әрқайсымыздың негізгі міндетіміз. Біз жауапкершілікті бағын жаңа айтып кеткен кезде дәріс барысында мысал айттық, осы туындаған жауапкершіліктің барлығы айланып келгенде өзінің құқықтық жауапкершіліктерін тудырады. Құқықтық жауапкершілік туған кезде мысал құқықтың белгілі бір түрі пайда болады. Сол өзінің түріне қарай, заңдылығына қарай жазаға тартылады екен. Жай ғана мысал ағашты орып тастадың, немесе ағашты қиып тастадың, газонды басып тастадың десе, сол жерге қойылған айыппұл немесе салынған айыппұл, ол заңды тұрғыдан рұқсат етілген жазаның түрі. Жай ғана жаза салған жоқ. Мысал біз көбіне осы қалалық мекендерде, тіпті қазір қалалық демейміз, қазір ауылдың өзінде де небір мусорлар шығып жатыр да. Мусор дейміз, қоқыстар ғой. Бұрын картошканың қабын, картошкамызды ашсақ, қабын малға беретінбіз. Одан ары қарай ол оның ағзасына өзіндік бір пайдасын тигізетін, қорегі ретінде, тіпті витамин ретінде пайдаланылатын ағзасына. Ал қазір біз ауылда да малдардың саны азайып кетті. Тіпті малсыз отырған ауылдық жерде адамдар бар. Ол картошканы пайдаланбайды деп кім айтты? Капустаны пайдаланбайды деп кім айтты? Помидор қиярымыз бүгінгі күнде пайдаланбайды деп кім айтты? Міне, адам өзінің ағзасына сол дүниелерді пайдаланғаны, бәрібір оның бір адам ағзасына жарамсыз жерін қоқыс ретінде не істейді? Тастайды. Адам ағзасына жарамсыз қоқыс ретінде мысалы тастағаннан кейін ол ары қарай табиғатқа басқа форматта табиғатқа қайтады. Тіпті сол қоқысты қағазына салмай, орамай, қоқыс төгетін жерге апармай, жол-жөнекей шашып кетсек, мінекей біз өзіміздің қоршаған ортамызға келтіріп отырған зиянымыз. Ал бұның жауапкершілік неге жоқ деп ойлайсыздар? Әрине, міндетті түрде оның жауапкершілігі бар. Осы жауапкершіліктің пайда болу салдарынан, яғни Қазақстан Республикасында қоршаған ортаны қорғау заңы басшылыққа алынған екен. Ол 1997 жылы қабылданды. Табиғи ортадағы жаңағы экологиялық жүйенің үнемі тұрақты болмауына байланысты, тіпті ағзамыздың осыны пайдалануына байланысты әрқайсыларымыз белгілі бір дәрежеде жауаптылыққа тартыламыз деп отырмыз. Осы орайда табиғаттың өндірістік циклы ауытқымайтын процесс көз алдымызға елестейді. Ал оның соңғы өнімі ретінде адам өзінің ағзасына өндіріс табиғатындағы жаңа пайдалануда, сонымен бірге қалдық технологияларды пайдалануда адам ол өз ағзасынан шыққан дүниені немесе ағзасына қажет емес болып қалған дүниені ары қарай келесі бір дүние ретінде переобработка немесе келесі бір өнім түрін жасау мысалы бүгінгі күні мақсатқа алынып отыр. Міне, қазір Қазақстан, осы Алматының айналасында 2 мини зауыттар бар. Бұл мини зауыттардың мақсаты жаңағы қоқыстарды жинап алып, тіпті адамның миына келмейтін басқа дүниелерді сол переобработка, қайталай өнімге, басқа өнімге айналдыру технологиялары қарастырылған зауыттар бар. Мысалы, біз мына көшеде жатқан пластмассалық судың құтылары, бутылкалар дейміз ғой.
былай тілде бақылашқылар деп қоямыз. Міне сол құтылар. Ол егер жерге жай ғана көміліп кететін болса, ол тіпті шірімейді екен. Миллион жыл бойы жату әбден мүмкін. Сондықтан салафан мешоктар, мысалы қазір біздің әрқайсымыз бір дүкенге кіріп шығатын болсақ, ол жерден бірнеше салафан алып шығамыз. Біреусіне нан саламыз, біреусіне сабын саламыз, екіншісіне жаңағы картошкамызды саламыз, и так далее, и так далее. Соның өзінде біз қаншама сол салафан мешоктарды алып келгеннен кейін үйде пайдалану процесінде, мысалы, ағзамызға оның зияны жоқ болса да, оны далаға тастаған кезде оның зияны бар. Вот қаншалықты жаңағы пластмасса шірімесе, салафановый мешоктарда, жаңағы полиэтиленовый мешоктар дейміз ғой, осының барлығы да өзіндік жаңағы өзгешелікке табиғатта түспейтін, шірмейтін дүние екен. Біз оны жинап, алып, өртеп, басқа бір дүниеге айландырмасақ, ол сол жерде қала беретін болса, мысалы, ағзамызды, айналамызды, қоршаған ортамыздың барлығын дәл сол дүниелермен қалтыратын болсақ, әрине ертең бізге басатын жер жоқ болып қалады. Жұтатын ауамыз жоқ болып қалады. Өйткені ауа қайдан шығады? Қоршаған ортамыздан шығады, ағаштан шығады, мына жаңағы айталық топырақтан шығады. Неден шығады? Мына бүкіл бізді қоршаған ортамыздың барлығы бізге мысалы тек ағаштың өзінің қаншама адам ағзасына пайдасы бар. Ол күннен көлеңке шығарып отырған оттек, жұтып алған көмірқышқыл газы. Міне соның барлығына біз ертең тіпті жерді басып жүретін жағдай, басып жүре алмайтын жағдайға жеткен кезде осының барлығына зар боламыз. Әрине ол бүгін ол қашан болады деп айтуымыз да мүмкін. Бірақ ол қашан болады? Кезінде біз соны бағана айттық қой лекциялардың дәрісіміздің басында. Ол қашан болады? Африкада бізге ол аурудың жеткенше қай заман деп. Ал қазір ол біздің міне босағамызда тұр, ортамызда жүр. Тіпті жай ғана мына кісі мынандай ауру екен дей саламыз, бітті. Соның бәрі дәл осы экологиялық апат ертең болмайды деп кім айтты? Ертең дегеніміз ол көзімізді ашып жұмғанша. Адам өмір үшін әрине ол қашан болады деген сұрақ туы мүмкін, ол заңдылықта. Ал жалпы алған кезде бұл сағым келеді қалады, бітті. Табиғаттағы өндірістік циклдың ауытқымауына байланысты біз өз принциптерімізді ұстауымыз керек. Ол бойынша соңғы берілген өнім келесі айналымдағы шикізат ретінде пайдалануы, соңғы жаңа мөлшердегі өндірілген өнімнің келесі аймағындағы басқа бір түрін ойлап табу, адамның өміріне қауіп төнбеу салдарынан өз тұратын ортаның сапасын реттеу, соның жаңағы жағдайына байланысты қауіпсіздікті сақтау, нормалар, экологиялық қауіпсіздік пен халықаралық денсаулық қорғауға кепілдік беру, қоршаған ортаның ластанбауына жол бермеу, яғни ластанып қалған территориялардың барлығын өзіндік тұрғыдан тазарту, ұтымды пайдалану қамтамасыз етілуі болашақта бізге жаңағы ағзамыздың таза болуына немесе тікелей соны қорғау жауапкершіліктерін тудырады екен. Әрине, қоршаған табиғи ортаға қызмет ету немесе сол нормаларды сақтау, көптеген мөлшердегі жаңа табиғи ортадағы пайда болған зиянды заттардың барлығын өзіндік жауапкершілікке ендірудің өзі өзіндік жаңағы жауапкершілігін тудырады. Міне сол орайда 20-51 бапта бағалы ағаштардың мысалы әрбір құны бір данасы мінекей 20 мың теңге, 20.792 теңгеге. Жеке тұрған ағаштың бір данасы, яғни 15 мың бір килограммына қарай. Бұталардың өзінің бір данасы 775 мың теңге килограммы. Ағаш шарбақтардың мысалы килограммы 593 теңге. Гүл өсіретін алаңның бір квадраты 593 теңгеге. Сонымен бірге бүлдіргендердің 4000 теңгеге бір килограммы мысалы бапта көрсетілген екен. Ал енді біз соны қандайда болмасын жағдайда қаншалықты бұзып отыратын болсақ, біз сол тұрғыдан жауап береміз. Жаңағы айтқан құқықтық жауапкершіліктің өзі мысалы осыны
көздеп отыр. Әрине жер қойнауында оның пайдалану заңдылықтарына да сәйкес бірнеше заңдылықтар бар. Оның барлығын біз атап отыратын болсақ, жерді осы аталған санаптарына қарай орман, су, жаңағы айталық пайдаланатын жерлер, пайдалануға рұқсат етілмеген жерлер тұрғысынан айтатын болсақ, осы экологиялық жауапкершіліктің өзіндік ерекшеліктеріне қарай заңға тартылады екен. Яғни бұл экологиялық құқық бұзушылық дегеніміз мемлекет пен оның қоршаған ортадағы заңның және заңдық тәртіптің сақталуы үшін құқық бұзушыға қолданылатын мәжбүрлеу шараларын реттейтін құқық нормасының жиынтығы болып табылады екен. Әрине, бұл заңдылықты біз бүгін ертең немесе экологиялық заңды бұзғандығы үшін деп, мысалы біз түсінік беру үшін алдымен соған экологиялық заңды бұзған кезде танылатын негізгі элементтерді айтуымыз керек. Ал сол элементтердің өзі белгіленген экологиялық тәртіпті бұзатын, табиғи ортаға зиян келтіретін заңға сәйкес кінәлі әрекет немесе әрекетсіздікті танытуы керек. Мысалы, бұл экологиялық құқық бұзушылықтың объектісіне айналғандағы табиғи ортаны қорғау, оны сақтамау, сақтаған жағдай байланысты немесе сақтаған кезде келтірілген зиянның өзі болмаса қоғамдық қатынастарды атауымызға болады. Бұл қатынастар өзінің мазмұнына қарай табиғи ресурстарға, меншік құқығына, тағы да пайдаланылған құқықтағы табиғи пайдалану құқығына, айналадағы табиғи ортаны зиянды зардаптарынан қорғау құқығына, экологиялық құқықты адамдар мен азаматтардың заңды мүдделерін қорғау болып табылады екен. Бұл не деген сөз? Мысалы, экологиялық құқық бұзушылықтың субъектісі ретінде заңды тұлға, жеке тұлға, соның ішінде Қазақстан Республикасының аумағындағы құқық бұзған ел азаматы және заңды тұлғаларды айтуымызға болады. Шет ел азаматтары, мысалы, құқық бұзған жағдайда шет ел азаматтары. Мемлекетке кірген кезде мен осы мемлекеттің бүкіл ішкі тәртібіне бағынамын деп кіреді шет ел азаматтары. Азаматтағы жоқ азаматта, мысалы, осы мемлекеттің өзіндік ішкі тәртібін сақтауға міндетті екен. Ішкі тәртібін сақтау дегеніміз не ол? Белгілі бір дәрежеде құқық бұзушылықты іске асыруда өзіндік құқық бұзушылыққа бейім болмау, немесе содан өзінің бойын алшақ ұстау, тіпті басқа жағдайда осы экологиялық жауаптылықты тудырмау. Ол бір экологиялық жауаптылық емес қой, ол әкімшілік жауаптылық, қылмыстық жауаптылық, жаңағы айтқанымыз бойынша азаматтық жауапкершіліктер. Экологиялық құқықты бұзған бұзушылықтың түрі осы экологиялық құқық бұзушылықпен, сонымен бірде жаңа айтып кеттік, еңбек құқығындағы бұзушылықпенен қарастырылады екен. Тәртіптік жауапкершілікке жұмыскерге өндіріс және ұйым әкімшіліктерінің тәртіп талап ету шараларын қолдану арқылы жүзеге асырылады. Тәртіпті талап ету негізінде түрлеріне қарай жаңағы айтылған бірнеше заңдылықтар немесе тәртіп бұзушылықтар бар. Азаматтық, Қазақстан Республикасының осы азаматтық кодексінде екінші бабында былай деп айтылған: зиянды өтеудің іс жүзінде сирек кездесетін және кейде ұзақ уақытқа дейін созылатын бұл тас шыбықтарын отырғызу арқылы орманды қалпына келтіру әрекеттерін мысалы іске асыру дейді. Бұл қылмыстық жауаптылықта мысалы бас бостандығынан айыру, айыппұл салу, түзеу жұмыстарын айтатын болсақ, ал мысалы ол белгілі бір көлемде ақшаның бөлініп, тіпті болмаса белгілі бір көлемде соған қажеттіліктің туындап, белгілі бір көлемде сол қажеттілікті мойындатып туған, соның салдарынан пайда болған әрекет немесе әрекетсіздік қой. Әрине, оны біз бүгінгі күні мойындамасақ, оны іске асырмасақ, қоршаған ортаны пайдалану мен оның барысындағы барлық қылмыстар құрамындағы объектісі ретінде тануға бізге әбден оны мүмкіндіктер береді екен. Табиғи ортаға теріс әсердің ең көп тараған түрлері бұл қоршаған ортаны ластау деп отырмыз. Қоршаған ортаны ластаудың өзі қандай жағдайда іске асырады? Мысалы, қоршаған ортаға сапасыз жаңағы дүниелерді шашу, немесе
адам денсаулығына, табиғи ресурстарға, қорғауға, топыраққа, суға, жерге келген қандай да бір зиянды қалдықтарды пайдалану, немесе сол қалдықтарды шашу. Ал осының өзі өзіндік жауапкершіліктерін жаңағы айтқан заңдық тұрғыда туындатады екен. Сондай-ақ қоршаған орта сапасының белгіленген нормативтері арасында уақытша және төмендетілген нормалармен реттестірілуі әбден мүмкін деп отырмыз. Бұндай қағидалар қайшы әрекет немесе әрекетсіздіктер үшін жауаптылық, заңдылық, жауаптылықтан бас тарту принциптерін қарастырады. Ал жауаптылықтан бас тарту принциптері бұл экологиялық заңдар бұзған үшін Қазақстан Республикасының экологиялық кодексімен іске асады. Енді біздің өзіміздің айтып жатқан дүниеміздің барлығы экологиялық, Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы болғандықтан, әрине біз осы дүниені айтып отырамыз. Осы дүниенің салдарынан мысалы туындаған элементтерді қамтып отырады екенбіз. Қоршаған табиғи ортаның сапасына экологиялық жүйенің үнемі тұрақты табиғат адам ағзасына зат алмасу арасында энергияның болмаса алмасу процесін қамтамасыз етілуі өмірді қалпына келтіруді мысал жатқызуымызға болады. Келтірілген зиян шағын жағдайларда шығындардың өзі бұл экологиялық, экономикалық құбылыстардың реттеу арқылы қажеттілігін тудырды. Зиян бұл арнайы ұғым. Зиян экономикалық, экологиялық және сонымен бірге жалпы өзінің моральдық, мемлекеттік және мемлекет аралық құқықтық қарым-қатынастарын қарастырады. Мысалы, біз айтып отырмыз мемлекет аралық құқықтық қарым-қатынастар. Мемлекет аралық құқықтық қарым-қатынастар қандай жағдайда пайда болады? Мемлекет аралық құқықтық қарым-қатынас, мысалы біз жалпы алған кезде сонау экологияның бір мемлекет пен екінші мемлекет арасындағы шекарасының жоқтығын айтамыз. Сонымен қатар мысалы моральдық деп отырмыз. Адам өзінің осы табиғаттан алған ағзасына, табиғаттың жалпы табиғаттың пайдалану ретінде өзіне алған дүниесінің кері әсері. Мысалы, моральдық тұрғыдан жапа шегу ол әртүрлі мағынада болады. Ал экологиялық моральдық тұрғыдан жапа шегу бұл сіздің негізінде мысалы азаматтық заңдар бойынша зиян келтірген ұғымда осы залал мен шығынның келтірілген зиянын айта отырып, мысалы моральдық жапа шегуді шығаруымызға болады. Ал белгілі бір сіз демалысқа барып жатырсыз, болмаса табиғат аясында жүрсіз, тіпті сол табиғатты аралап жүрген кезде өзіңіз үшін, ағзаңыз үшін пайдалы дүниені біреуден сұрап отырып, болмаса мен мына ауаны жұтайын, немесе мен мына жапырақты иіскейін деп сұрап алмайсыз ғой. Ол адамның өзінің инстинкті бойынша бүгінгі күні туады, содан ары қарай дами беретін процедура. Міне осы салдарынан, мысалы, сіз барып кіретін орманға кіргізбей қойды. Себебі не? Өйткені, мысалы, почвена. Себебі не? Өйткені қазір ол жерде апат аумағы болуы мүмкін. Болмаса, мына Алматының Медеуіне шығып баратырмыз, Шымбұлаққа шығып бара жатырмыз. Осы жағдайда, мысалы, бүгін рұқсат етілмейді. Себебі ауа райының құбылуына байланысты, қар көшкінінің болуына байланысты, тіпті болмаса айталық, сел көшкінінің болуына байланысты, ауа райының. Тіпті ал егер рұқсат етілген жағдайда, сіз сол мемлекет тарапынан берілген дүниені рұқсат беру арқылы іске асу дүниелерін, мысалы, сіз танымдық қабілетте қабылдау арқылы іске асырып отырсыз. Ал қабылдаудың өзі өзіндік ерекшелігімен қалай табылады деп отырмыз. Мысалы, бір мемлекет пен екінші мемлекеттің арасында біз рұқсатнаманы шекара арқылы аламыз. Ал мемлекеттің өзінің ішінде қандай? Міне, осы заңдық жауапкершіліктерге байланысты туындаған кезде рұқсат алу әрекеті іске асады екен. Тіпті сізге де, маған да
кіруге болмайтын айрықша қорғалатын да қорықтар бар, объектілер бар. Оған бару үшін сіз белгілі бір жерден рұқсат алып, одан кейін оның хаттамасын алып, одан кейін соған мөр басып и так далее. Ол да бірнеше процедураны талап етеді. Ал неге ол жер қорғалып тұр? Неге ол жер мен көруге болмайды? Неге мен оны ұстауыма болмайды? Неге мен оның ауасын жұтуыма болмайды? Міне, осындай жағдайдан да рұқсат етілетін, немесе рұқсат етілмейтін дүниелер бар. Осы да бір өзіндік жүйелік заңдылыққа сүйенеді екен. Біз бәрін адам болғаннан кейін мен табиғатты пайдалануға тиістімін, мен табиғатқа қайтарым болмаса, мен адаммын, табиғат мен үшін қызмет ету керек и так далее деп ойлай беруіміз өте қате ой. Мысалы, соның өзінде де біз табиғаттан бүкіл дүниені әйтеуір бүгінгі күні алатын газымыз, алатын мұнай, қазба байлықтар, қоршаған орта туралы қоршаған ортадағы бүкіл жаңағы адам ағзасына керектің барлығын біз қабылдап алып отырмыз. Соның өзінде де адамзат бәрібір құқық бұзушылыққа барады. Ал сол құқық бұзушылықтың өзінен белгілі бір жауаптылықтардың туатындығын айтады екенбіз. Экологиялық жауаптылықтың өзінің туындауының да қажеттіліктен туған дүние деп отырмыз. Ол Қазақстан Республикасының жаңағы айтып кеткен азаматтық, әкімшілік, қылмыстық, сонымен бірге азаматтық кодекстерінің барлығының салдарынан пайда болған екен. Табиғи ортаны, табиғаттың сапасын, табиғаттың өнімін өзін-өзі реттеу арқылы іске асыруды бағана біз айтып кеттік. Дәл осы тұрғыдан мысалы бір жаңағы өнімнің екінші өнімге ауысқан кездегі табиғаттың шегетін жапасы бар. Ол неге жаңағы бір өнімнің екінші өнімге ауысқан кездегі жапа шегіп отыр? Өйткені ол сол жердегі жаңағы өнімнің келесі бір түріне ауған кездегі пайда болған. Ал оның адам ағзасы үшін қаншалықты қажеттілігі бар? Сол керек па? Мүмкін оны жалпы ешқандай ары қарай, мысалы сол қоқыстың жаңағы нәтижесі ретінде тіпті басқа бір дүниенің пайда болмауына оны түрткі болмасын деп көміп тастауымыз керек шығар. Міне, көрдіңіздер ма, осының барлығы құқықтық реттеу арқылы арнайы қарау қажеттіліктерін тудырады екен. Экологиялық және экономикалық жауаптылықтың өзі басты айырмашылығы келтірілген зиянның құқықтық шарасы арқылы құралады. Құқық бұзушылық аймақтар болып табылады. Сонымен бірге экологиялық жауапкершіліктің едәуір түріне қарай қоршаған ортаға байланысты жауапкершіліктің туындау санаттардан, сатыларынан өтеді екен. Оның қоғамға қауіптілігі сонымен бірге қылмыстық жаңағы жаза арқылы іске асады. Сондықтан оның нормативтік құқықтық дәрежелеріне сәйкес, келтірілген зиянына сәйкес құқықтық және экономикалық жауаптылық арасындағы шектеушілікті айтуымызға болады. Міне, осының барлығы жалпы алған кезде Қазақстан Республикасында экологиялық құқықтың өзіндік жауаптылығын тудырады. Әрине біздің әрқайсымыз азамат ретінде, жеке тұлға ретінде, жалпы осы экологияның экологиялық құқық ретінде танылғанына қарай бүгінгі таңда құқық бұзушылықтың өзіндік тұрғысынан қарағанда бірнеше тікелей экологиялық жауаптылықтың бірнеше тікелей құқықтың салаларымен байланысты екендігін айтып отырмыз. Ол осы дәріс барысында бірнеше рет айтылды. Ол әкімшілік құқықпен, азаматтық құқықпен, жаңа кодекспен, сонымен бірге қылмыстық кодекспен тікелей байланысты екен. Осының барлығы жеке тұлғаның қоршаған ортаны жалпы алған кезде өзінің үйі ретінде, тіпті маған болашақта ұрпақтан ұрпаққа аманат ретінде қалатын дүние екен-ау ретінде тануға тиісті. Біздің әрқайсымыздың түсінігімізде осы экологиялық құқық бір құқықтың саласы ретінде қарастырмасақ та, әйтеуір бір жауапкершілікке тартатындығын білеміз. Ал түбімен қарасын болсақ, тікелей қарайтын болсақ, бағыттап қарайтын болсақ, бұл үлкен экологиялық
жауапкершілікті, экологиялық құқықтың ішіндегі үлкен құқық бұзушылықтың өзіндік жауапкершілігін туындайтын, сол үшін белгілі бір дәрежеде жапа шегетін, немесе жауапкершілік туындаған кезде жазасы бар екендігін айтуымызға болады екен. Ал құрметті студенттер, бүгінгі дәрісімізді қорытындылай келе, экологиялық құқық бұзушылықтың жалпы жауапкершілігімен бірге жүретіндігін, осы жауапкершілікті сіздердің әрқайсыңызда ешқандай бүкіл өміріңізде сізден ол бір түсіп қалмайды, бүкіл өміріңіз бойы жауапкершілікті жеке тұлға ретінде, азамат ретінде сақтауға тиісті екендігіңізді айтқым келеді. Өйткені экологиялық құқық бұзушылықтың өзінің жеке адам ішінде сақтайтын көптеген элементтер бар. Моральдық жағынан болсын, мейлі жапа шегетін жағдайларын ескерсек те, мысалы қарап отырсақ, осының барлығы бір заңдылықты бүгінгі күні бір ортаның өзіндік ерекшелігін сақтау, бір ортаның мысалы өзіндік айрықшылығын сақтау, бір ортаның болмаса жердің, көлдің, судың, аймақтың, жануарлар дүниесінің, тіпті өсімдіктер дүниесінің бүгінгі күні бар дүниесін сақтап, ұрпақтан ұрпаққа аманат қылудың белгісі болып табылады екен. Әрине, адамға жауапкершілікке тартыласың, осы үшін жауап бересің, осының жаңағы салдарымен мынау болып табылады деген кезде ғана адам жеке тұлға ретінде, пенде ретінде шек қою мүмкін. Әйтпесе, мысалы, біз бәрін табиғаттан алғаннан кейін оған қайтарымын ойлай бермейміз. Сондықтан сіздердің өмірлеріңізде қандай да бір жауапкершілік бар екендігін ешқашанда ұмытпауға тиістісіздер. Осы жауапкершілік туындаған кезде, осы жауапкершіліктерді сіз сезінген кезде, тіпті осындай жауапкершіліктің бар екенін біліп жүрген кезде ғана біз сіздермен белгілі бір дәрежеде ешқандай құқық бұзмаушылық немесе жазаға тартпаушылық элементтерін айналып өте алады екенбіз. Бүгінгі дәрісіміз осымен аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі дәрісте кездескенше